1947 жылы Қазақ Социалистік Республикасында жоғары және орта білімді бұрынғыдан әрі жетілдіру шаралары туралы қаулы қабылданды. Жаңа оқу орындарын құрып, бұрыннан бар материалдық техникалық жағдайын жақсартуға қомақты қаражат бөлінді. Осының нәтижесінде 60 мыңнан астам кәсіби мамандар дайындалды. 1946-1956 жылдар аралығында кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде 344,5 мың жас маман дайындалыпты. Қызылорда политехникалық колледжінің тарихы да осы кезеңнен басталады. 1949 жылдың 24 қыркүйегінде техникумнан алғашқы 24 түлек техник мелиоратор ирригатор біліктілігін алды. Бітірушілердің 6-ы үздік диплом иегері атанды. Бірінші бітіруші түлектер Қазақстан Республикасының басқа облыстарына да жұмысқа жіберілді. Заманның сұранысына, талабына байланысты оқу орнының атауы түрленіп өзгеріп отырды. Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжі Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 1997 жылғы 8 мамырдағы нөмірі 814 қаулысы негізінде Қызылорда ауыл шаруашылық политехникалық және теміржол колледждерін біріктіру арқылы қайта құрылды. Міне, 1997 жылдан бері политехникалық мамандықтар бөлімше басшысы мен оқытушылары кадрлар даярлау мен бәсекеге қабілеттілік сапасын арттыру, педагог кадрлардың кәсіби деңгейлерін көтеріп, әлеуметтік серіктестікті дамыту және білім ордасының материалдық техникалық жағдайын жақсартуда өз үлестерін қосып келеді. Бөлімше меңгерушісі Жапақова Гүлнар Өтешқызы. Бөлімше 4 пәндік әдістемелік комиссиядан құралған. Мемлекеттік тіл циклі төрайымы Қалманова Айжан Ақбергенқызы. Құрылыс және өндіріс пәндер циклі төрайымы Майханова Кенжегүл Ордашқызы. Автомобильдер жөндеу және жалпы техникалық пәндер циклі төрайымы Мұсабекова Гүлдана Қалмұратқызы. Энергетика мамандықтар пәндер циклі төрайымы Жәкенова Бақыт Жаңабайқызы. Бөлімше оқытушылары Айтенова Мағрипа Махмудқызы, Жапақова Гүлнар Өтешқызы, Бекенова Дина Сейтасқарқызы, Ниязова Гүлбарсын Қабдышқызы, Шаймаханов Мәулен Шахмарданұлы, Иманғазина Нұргүл Тұрғанбайқызы тәжірибе алмасу негізінде Беларусь және Түркия мемлекеттеріне барып, колледждің материалдық техникалық базасымен танысу арқылы мол тәжірибе жинап, біліктіліктерін арттырып қайтты. Білім беру жүйесінде біліктілікті арттыру іс-шарасы аса қажетті өміршең үрдіс. Бөлімше оқытушылары да заман талабына сай жыл сайын сан түрлі тақырыпта біліктіліктерін арттыруда. Тәуелсіз еліміздің керегесі кең, шаңырағы биік болып, дүниежүзінің алдыңғы қатарлы елдеріне қосылу үшін білімді ғылымды дамытуымыз қажет. Сол мақсатта кәсіптік техникалық қызмет көрсету мамандықтарында білім алушы студенттердің арасында жыл сайын өткізілетін WorldSkills халықаралық чемпионатында бөлімше оқытушылары мен студенттері биік белестерден көрініп жүр. Жас маман жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2019 жылғы 23 қаңтарда жастар жылының ашылу салтанатында берген бұйрығына сәйкес әзірленіп, жас маман жобасы аясында 180 танымал колледж бен 20 университеттер қатарында болып, 100 қажетті мамандық бойынша модернизациялау және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесіне енгізу, жобаның нәтижелері бойынша білім беру ұйымдары ұлттық және халықаралық деңгейде талап етілетін мамандарды даярлауға қажетті заманауи қондырғылар мен зертханалық жабдықтармен жарақтандырылды. Олар жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары, электрмен қамтамасыз ету, өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен қамту, электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары мамандықтары аймақтарда құзыретті орталықтарына айналмақ. Осы жобаға байланысты қазіргі таңда колледжімізде кабинеттер жабдықталып жұмыс жасауда. Бүгінгі күні білекті сыбанып жаңа технологиялық құрал жабдықтармен жасақталған политехникалық мамандықтар бөлімше өрлеу жолында үлкен жетістіктерге жұдырықтай жұмылып, өз күштерімен алға қадам басып келеді. Исатай Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжінің алға қойған мақсаты колледждің қолжетімділігін қамтамасыз ету, кадрлар даярлау мен бәсекеге қабілеттілік сапасын арттыру, педагог кадрлардың кәсіби деңгейін көтеру, әлеуметтік серіктестікті дамыту және білім ордасының материалдық техникалық жағдайын жақсартуды алға қою болып табылады. Политехникалық мамандықтары бөлімше төмендегідей мамандықтар бойынша білікті де білімді мамандар дайындайды. Электрмен қамтамасыз ету, электрлік және электромеханикалық жабдықтар, автокөлікті жөндеу, пайдалану және қызмет көрсету, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, автомобиль жолдары мен аэродромдар салу және пайдалану, құрылыс бұйымдары мен құрылымдарының өндірісі.